ormanga oyşa serüven sayohat жасаймыз. Arkamızda tut soğudunuz. Her bir polis algan sayın neoğlum köpek boşansıp sabırlı boluğa tırısınız. Hazır biz ormanga serüvenге çıkamiz. Özünüzді sınıf esimine karabetке esікті ашқаныңызды елестетіңіз. Жаймен таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күннің жылуын сезініңіз. Балалар, қандай әсер алдық? Қандай әсер алдық, балалар? Жақсы, бірден алып қалдық, иә? Ары қарап енді келесі тапсырма бізде үй тапсырмасына, иә? Үй тапсырмасына кезектеді. Егер сіздерге ана туралы мақал-мәтел, дана сөздер жазып келу болатын дәптерге, одан кейін 110-ші беттегі Ақылбайдың «Қайран менің жаным анам» мәтінін оқып келу керектігін әңгімесін, иә? Ал кім дайын, балалар? Мақал-мәтелді бірінші мақал-мәтелді кезекке берейік. Кім оқып жібереді? Тағы да. Әке туралы. Жақсы оқи ғой. Әке туралы мақал-мәтел. Әке балаға қарс, бала далаға қарс. Әке балаға сыншы. Әкеден ақыл, анадан мейір. Әке жүрегі таудан, ана жүрек теңізден керек. Әке асқар тау. Шешеге қарап көздер, әке қарап көздер. Жақсы, ағырап. Нәсілдің жатыр. Атасының арасында арасы керек, анасының арасында толығы керек. Ананың жарасының толығы, анасын көрген қыздар. Одан екі арасы керек арасы. Ағырап, Алжан. Мақал-мәтел дана сөзден. Алжан. Анадан қылғанға қадамайды. Басқа жеңін жаты ана. Ағырап, одан ән. Айтып жіберіңіз. Ананың жарасының толығы. Ананың жарасының толығы. Жақсы, ағырап алса. Ананың жарасының шешенің қадамға қадастырып кетесің. Ағырап, Нұрислам. Енді соңғы мақал-мәтелін айтып берші, авторап. Иә, соңғы қайтадан қайталап жібер. Әкесі бар баланың жетісіп алса керек. Оңға сен мән мағынасы қалай ашуға болады? Қалай толықтырып бересің? Демек, көрген бала сел, иә? Ағырап, келесі тапсырмаға 110-ші беттегі сұрақтарға жауап беремін. Ананың бойынан қандай ізгі қасиеттерді байқадыңыздар? Ананың бойынан. Ешкім қандай жауап береді? Тамаша. Ағырап, мәтіндегі ана бір қолымен бесікті деп ете, екінші қолымен әлемді деп ете деген сөзбен қалай түсінесіңдер? Қанат сөзбен. Қалай түсінесің, Назерке? Мысалы ол барлығында бірдей басқа қарай қалай Яғни баламен қоса басқа сөздерді де игере жатады, иә? Бұл қанат сөздің авторы несі? Қатын жазғанмын. Авторы кім? Мұхтар? Мейірім. Дұрыс, тағы да? Қамқорлық, дұрыс. Жылулық. Жақсы, тамаша. Ағырап, жеті атасын білмеген жетесіз деген мақал сөзден қандай ой түйдік? Айтып. ол сөзден мысалы ата қазақ баласы ойын шыққан кезде өзінің қалып жүріп Жақсы, сіздің пікіріңізше отбасында қандай құндылықтар бала тәрбиесінде маңызды? Қандай құндылықтар маңызды? Баласы? Қабырыңызда тұрып айтады, иә? Қандай құндылықтар? Иә? Мейірімділік? мейірімділік. Жақсы, ағырап, отбасы ошағының жылуын қалай сақтауға болады деп ойлайсыздар? Отбасы тәтті болу үшін не істеу керек? Адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Гауһар айтып отыршы. Қандай отырып, гауһар айтшы. Ең басты жүрегіңізде иман болу керек. Сосын мейірімділік, отбасын бірлік болу керек. Ынтымақ, бірлік болу керек, иә? Жақсы, отырып. Ағырап. Келесі де балалар. Бүгінгі біздің дәйек сөзіміз сабағымыздың отбасының өнегесі, отан өнегесі. Авторы Бауыржан Момышұлы. Барлығымыз бір қайталап қана дәйек сөзі. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Ағырап, жігіттер бөлек айтыңызшы. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Қыздар бөлек айтамыз. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Жақсы, тамаша. Яғни Бауыржан Момышұлы кеңес одағының батыры, жазушы. Енді дүниежүзілік соғыста даңқты жауынгер, әскери қолбасшы болған, иә? Барлығымыз білетін шығармыз Бауыржан Момышұлы кім екенін. Біздің мектебіміздің өзі Бауыржан Момышұлы атынан берілген. Ағырап, сіздерге сұрақ. Отбасы және отан ұқсастықтары неде? Отбасы мен отан ұқсастықтары. Отанда да сондай ұқсастықтар, иә, бір-бірімен байланысты. Ағырап, отбасы бақыты дегенді қалай түсінесіңдер? Айшолпан, отбасы бақыты дегенді қалай түсінесіңдер? Айта ғой. Дауысты шығарамыз, естілмейді. Иә? Бір-бірін ескеріп жүріп. Мейірімді бір-біріне. Отбасында ең басты құндылық ол тәрбие тәлім және жүрек берді. Жақсы, тамаша. Дәптерге балалар, дәптерге жұмыс жасайық. Дәйек сөзді жазып аламыз, ақшамен қойып. Бүгін кімді жазамыз? Бүгін 20-ны бірі, иә? 20 бірі желтоқсан. Желтоқсанның 20 бірі. Дәйек сөзді жазып қойыңыз, балалар.
дәйек сөзден дәйек сөзді жазылады. Жас болғанда әңгімеде бір сөйлен, отбасының өнегесі, отан өнегесі. Бірақ дәйек сөзде қандай ой келіп сонымен? Қандай ой келіңіздер дәйек сөзді жазылады? Жас болған? Кезден бала жазамын көп сөйлен, Арға, дәтімен жұмыс өттірізде. Енді сіздерде бүгінгі сіздерге алып келген әңгіме ана махаббаты. Ана махаббаты әңгімесін айтып кететін болсам, аңыз әңгіме. Бұнда жаңағы қарапайым ана өзінің екі баласы жаңағы сөзге келіп қалады, анасының алдына келіп айтады. Ана, бірінші ең жақсы көретінің кім? Үлкені менде немесе кішкентай інім бе дейді. Екеуі тайталасып қалған кезінде. Сонда анасы айтады. Балам дейді. Әрине дейді. Мына шамды көрдің бе дейді. Мына шамның жылулығы, жарығы дейді. Қандай болса, менің де сендерге деген риясыз сүйіспеншілігім, мейірімділігім осындай дейді. Ал енді дейді, екінші шамды жақсам дейді. Бұда да не бар? Жарық пен жылулық бар, е? Бұда да жарық пен жылулық бар. Яғни менің жылулығым дейді, қанша балам бар болса, соншалықты мейірімділігім де, сүйіспеншілігім де, жарығым да, жылулығым да азаймайды дейді. Көрдіңіздер ме, балалар? Ананың махаббаты өлілгенше таусылмайтын риясыз махаббат. Ана мен баланың арасындағы. Мына байқайсыңдар ма? Үлкен немересі бар баласын, анасы өзі әже, баласы да ата болып отырып, немересін еркелетіп отырған кезінде, жаңағы атасының мамасы өзі енді үлкен кісі ғой, сонда жаңа өзінің баласын үйде байқап отырсаңдар, еркелетіп отырады ғой, сонда айтамыз, үлкен баласын еркелетіп отыр дейміз. Мәселен, менің папамды әжем еркелетіп отырған кезде айтамыз, ой, сіздің балаңыз үлкен ғой, неғып еркелетіп отырсыз деген кезде, неғып дейді жаңа әжем сонда, ол маған әлі бала дейді, я? Ол маған әлі бала, ол маған әлі кішкентай. Балам күйінше қалады дейді, немерем күйінше дейді. Көрдіңдер ме, баласы қаншалықты өсіп, ата атанса да, ананың баласы бала күйінше қалады екен. Көрдіңдер ме, балалар? Ананың жылулығы барлығына жетеді екен. Жақсы балалар, рахмет. Енді балалар, бейнероликті көріп жіберейік. Жақсы. Енді әрқоқ өзінің жастарынан отыра берсін. Бірінші топ, жасы топқа қамқор әке, сіздердікі. Мейірімді ана, қызыл топқа, ақылды бала, сары топқа береміз. Қалма? Арырақ болсын, арырақта өз ойларыңызды қосылып салып, қорғайсыздар. Яғни қалай қорғайсыздар? Ана туралы эсселеріңіз болса жазасыздар. Дәптерлеріңізде болса, дәптерлеріңізді жаза берсін. Дәптер жаза беріңіздер. Одан кейін мақал мәтел, жаңа сөздер, міндетті түрде қорғау керек, бұл жерде. Іске кірсең, бес топ берем балалар. Уақытында да қалады. Міндетті түрде адам сөздерін салу керек бұл жерде, иә?
Ал сен бала сіздерге енді ана жақсы. Я мақал мәтел ана сөз қолдаса болады деді. Оның мақал мәтелді айтқаны қоймайсыздар. Соны қалдайсыздар. Түсіндіңіз бе? Ана басқашысыздар. Сіздерде? Бала туралы жаңағындай эсселеріңіз болса жазасыздар. Біреу жазушы болу керек, топтың ішінде, иә? Бір бала жазушы, тайм аут болу керек, тайм болу керек, тайм аут болу керек. Көргенсіздер, топтың ішінде. Топташы болу керек. Сіздерде сондай. Бүгін дәтел бересіңдер бұған мақал мәтелдер бересіңдер. Ойларды жазыңдар. Ана қандай екен, бала қандай болу керек. Оқпа дайынсыз ба? 2 минуттарыңыз қалды. Әкесі бала жазушы керек, әкесі бала жазушы керек. Оның мағынасы әкесі бар, бала оның. Әкесі демек, оны алға қолпаштап алға сөйлеп жүреді. Әкесі бала оны сөйлейтін десе дамы көңіл десе Өте жақсы, өте жақсы, Рисван. Әкесі бар баланың жебесі қасар жүреді. Ол дегеніміз әкесіне қарап, өседі, әкесіне қарап өседі. Бойы жүреді, жақсы. Қағилер бар. Әкесі бала отбасында әкесі болу керек. Әкесінің шаңырақтың бар ауылы болу керек. Ата балтуға да жақсы кәсіпкерлік етеді. Әке бала үшін аспаптар, әке балалар емес. Сосын жіберін әкесі дайын қалған. Балалық қасиетін болған. Сондықтан кеңес бала оған үлкен 17 жылдық баланың жасы болған. Өтеден шыққан еңбек балалары үшін еңбек болу сөзге бауыз толтырады. Әкенің мейірімділігі мен талап қояшылығы бала тәрбиесіне Жақсы, топтың аты не еді? Жақсы, отырамыз. Ары қарай. Қандай топ сіздерде? Топтың аты айта ғой. біздің топтың аты мейірімді. Иә, жақсы. адамның әдеттілігі мен жан тәрбиесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп әлпештеген өсірген жүрегінің жылуын бастырады. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ол ана. Ана баласы қандай да қателік жасаса да кешіреді. Оның еңбегі ана бүкіл өміріне келетін рухани күшпен берген еңбек. Ана махаббатын Одан кейін ердің анасы. жақсы деген жақсы ана. Анасын сүйген баласын сүй. Анасының сүті баланың тілі бар. Бұл ана жерде алтын ескі олжа мейірімі ол анасының жүрегі жылы қолы екен дейді ананың жүзі жылы екен. Түрген әрекеттің ана өлім. Анаң да атаң бар жеріңді келсең, айнасың жатқан дастың қасиетті жердесең. Мен өзімді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сені қуат мың есе аты жөніңді өшірем. Бұл әлем сұлу сені жаратқан адам еді. Көк жолының қасырын қалып тастап барады. Сені қуат жылай бәлкім басыңды көкмаған, басың елі көкмаған, әкесіне туғаныңды есіне алсам тұтқан. Және ана қиылыстау кезінде алғаны аяға Жақсы. Қандай да жағдай болмасын, иә? Отырамыз, жақсы. Тамаша. Сіздер? Бала бауыр болса. Дауыс шығарамыз. Әулет бала болған жүреді. Көшелі бала секілді. Ақыл бала деген ол ата-анасының айтқанын тәтті бала. Тек ата-анасына айтқан Жақсы, яғни тәрбиелі бала, иә, әдепті бала. Жақсы, ары қарай. сонымен қатар эссе бар. Ол кетеді. Балалар әке шешенің кезінде ұрмаған. Ол қызды жарты неге келген сәттен бастап кәмелетке толғаннан кейінгі кезеңде бала ұмына саяды. Ата баланың бала тәрбиесінің ерекше назары бар. Баланы шектен келген сәттен әкеткен оны тек оны тек одан келесі бар. Бала құрылысы даму кезеңіне ерекше бағалар. Ата баланың жасы сүйдірілген кездің өзінде бала тәрбиесінің ерекше көңіл бөлген. Адам құқығы жасада жұмыста. Ата заңды қазындағы еркін бесіп, елден бұл деген қағиданы аяусыз жазылған. Яғни Қазақстанда яғни қазір балалардың тәрбиесі. Соған қарап қазір бойласа барлық бала Жақсы. Жақсы, тамаша отырамыз, рахмет. Енді бала екі тапсырманы қалай? Бірінші бір жобалық қызметіне назар аударайықшы. Жобаны шешке дейін бастаймыз, балалар, иә? Шеш тоқсан басталғанда шешке дейін. Өз замандас оқушыларыңызға жалпы сипаттама бересіздер дейді. Яғни өзіңіздің досыңызға мінез құлқына сипаттама бересіздер. Жоба күнделігіне жазып қоясыздар бұны. Түсінікті ғой, иә? Ары қарай екі тапсырма. Көкенай ән айтсаңыз қалай айтпақшы. Екі тапсырма түсіндіріңіздер. Ақылды бала деген өз атынан
анасын тыңдайды, тәртіпті үлгілі болады. Ол кішкентайынан өз ата анасын құрметтейтін болады. Ол бала өз ата анасын қиянат етеді. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала соңғы бала. Жасы бала, келесі кезде біз жиырма жас есе жас бала ешқандай тапсырмаған. Егер тапсырма, бірінші тапсырма жасап, 117 жасқа жалғасқан өмір, екінші тапсырма бақыт екенін әңгімесін оқып кетеміз. Оқып келесіздер, әңгімелеп көрейік тапсырма. Екі тапсырма жазғанды, бірінші тапсырмаға жазу, екінші тапсырмаға әңгімелеп бересіздер. Жалғасқан өмір. Аса әңгіме өзінің ішіне. Жас болып қояды. Енді бала сабағымызды қорытындылай кетейік. Бұл сабағымызда қандай қасиеттерді қамтыдық? Қандай қасиеттерді әңгімелеп бала киімді қасиеттерді айтып қояды. Жалпы сүйіспеншілік құндылығы, отбасы құндылығы туралы сосын жанашырлық, татулық қасиеттері айтып кетті, бауырмалдық қасиеттері. Енді бүгінгі сабақта келген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегімізге сақтап қояйық балалар. Әрдайым осындай бауырмал болайық, отбасында тату болайық, туғандарға тату болайық, иә балалар. Бүгінгі сабағымызда айтайын, қош болыңыздар.